өте жақсы. Аяқ алыстары, шабыстары былтырғыға қарағанда көбісі өскен, былтыр қатысқан балалардың. Биыл бір жаңа леппен келген жаңа кішкентай Айша сияқты, былтыр айтысқан Нұр Ислам Айғанымдар көп өскен, көрініп тұр. Биылға құлшынысы бар. Жаңа ақындардың ішінде көбін көрдік. Жас балалардың жаңа 10 жастағы балалардың кеп жатқаны. Ол да үлкен өзгеріс, біздің айтысқа үлкен серпін беріп жатыр. Жақсы ол. Маған бүгін енді шынайы айтыстары ұнаған екі ақын болды. Ол біреуі жаңа Қызылордадан келген Еламан бауырымыз. Еламанның бір ауыз сөзі ұлттың болашағын байламау үшін ұстаздардың қолын байламау керек деген өте үлкен сөз айтты. Және оны оқушының аузынан шығуы ол керемет нәрсе. Айғанымның айтысы толық мен күткен айтыс болды осы оқушылардың айтысының ішінде. Ата-ана қадірін қалай жеткізіп берді. Бірақ ауыз сөзбен қыз дегенің ұлтыңның айнасы ғой, айнаға ойнамаңдар тас лақтырып дегеннің өзі өте терең сөз, өте ойлы тіркес. Сондықтан бүгіндікке енді бәріні ұнады. Айша өзінше керемет жаңа серпін болып келді. Бірақ енді өзіме жанкүйер ретінде, қаз ретінде емес, тек қана жанкүйер ретінде қарағанда өте қатты ұнаған осы екі ақын болды. Достар, бізде 6-шы жұп болып өнер көрсеткен Мейіржан және де Айғаным. Қай жақтан келді Мейіржан? Павлодар облысынан. Сен Айғаным? Мен осы Астана қаласының намысын қорғап келдім. Жалпы өнер көрсеткендеріне өздерің қандай баға бересіңдер? Енді қазылардың жоғары бағасын алдық, бірақ бәрі жоспардағыдай қуаныштымыз. Әсерің қалай Айғаным? Енді әрине қобалжу болды. Дегенмен бірінші айналымнан кейін бір арқаңнан жүк түскендей аса бір толқулы сезімде тұрмын. Қандай тақырыпты қозғадыңдар өздерінің айтыстарын? Біз енді қыз бен жігіт айтысының таза форматы болды. Яғни бірімізге кезектесіп, жауап беріп, таза бір айтыстың форматы болған сияқты. Айғаным, сендер айтысқа қалай дайындаласыңдар? Мысалы, алдын ала жұптардың кім екенін білесіңдер, анықтайсыңдар және де соны зерттейсіңдер ма? Мысалы, екеулерің де қазір ұбт-ға дайындалып жатыр екенсіңдер, соны өздерінің айтыстарына қосыңдар. Біз енді бір салада жүргеннен кейін, ортақ тақырыбымыз көп болғаннан кейін, әрине қарсыласты зерттеу керек. Айтыстың қызықты шығуы сол қарсыласты зерттеумен тікелей байланысты деп ойлаймын. Ал тақырыпты қалай зерттедіңдер? Жасанды интеллект деген кезде зерттеуді неден бастадыңдар? Жасанды интеллект деген енді бағана жүргізушілер де айтып жатқандай бүгінгі заманның негізгі айнасы болып тұр. Енді бұл жерде студенттер болғаннан кейін негізгі аудитория. Бұны алдағы келесі кезеңде тереңдетіп айтуға тырысамыз барынша. Негізі бағытты соған қарай бұрып, тақырыпты да аша білуге тырысамыз келесі. Ертең ол. Ертең. Сәттілік сендерге.